Жер таппан жерде жетер жетісуым, күркілдек, көк су лепсі, ақ су шуым, асқардың аспан сүйген сілекейін, жан барма татпай тұғын, айтпай тұғын. Қазақтың бәйтерегі Ильяс Жансүгіров жырлаған жер жәннаты жетісу өңірінде қаншама қазағымның қырандай ұлдары мен қызғалдақтай қыздары туып өсті. Фашистік Германия мен сұрапыл соғыс болып жатқан кезеңде еліміздің болашағы білімді ұрпақ екенін жан дүниесімен сезінген атамыз халық 1935 жылдары Алматы қаласының Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтын бітіріп, отбасымен Алматы қаласынан Талдықорған облысы Ақсу ауданы Қарасүйек ауылында мектеп ашуға жолдама алып көшіп келеді. Сондай қысы суық, жазы ыстық, жетісу жерінде 10 қаңтар 1942 жылы халық атамыз бен Бөбетай апамыздың отбасында Нағима атты қыз дүниесігін ашады. Әкесі халық сол замандағы коммунистік партияның жолдауымен ауыл-ауылды аралап, көшіп қонып жүріп, мектептер ашады. Осындай ізгі істерін әрі қарай жалғастыратын оймен халық атамыз киелі Қаратал ауданына қоныс аударады. Күндіз күміс, түнде алтын болып ағатын Қаратал бойында орналасқан Оян ауылында мектеп ашады. Ол кезде атамыз бен апамызда 5 қыз, 1 ұл, көп балалы отбасы болған еді. Біздің анамыз Нағима осы отбасында 2-ші бала болған. Оянда атамыз ашқан мектеп табалдырығын кішкентай Нағима 1948 жылы аттайды. 1956 жылы халық атамыз көрші Қобжан ауылынан тағы бір мектеп ашады. Сол жерде зейнетке шығады. Оян ауылында тұрған кезінде көрікті де елгезек Нағиманы қант бала апамыз ұнатып, ұлы Қабдыл Мәриге алып бермекші болады. 1959 жылы Қобжан ауылында халық атамызға барып, құда түсіп, әкеміз Қабдыл Мәриге қосады. Содан Нағима анамыз бен Қабдыл Мәри әкеміздің шаңырағы өз алдына бір төбе болады. Жас кезімде құда түсіп, келін қып түсірді енеміз. Ойбай, жалғызым әскерін бітіріп келді, енді үйленсін, жалғызым көп балалы болсын деп, сол арманына жеткіздім. 3 әке, 3 шешенің ортасында өсіп ем, 3 ене, 3 атаның ортасына келіп түстім. Мінекей, көп балалы ананың бірі болдым. Қазір алтын жұлдызы беріп қойды. Кішкентай кезімде, жас кезімден мұғалім болдым, бастауыш мектепте істедім. Баладарымның бәріне білім бердім. Оқыды, шоқыды, әйтеуір. Бірін-бірі сүйрелеп, жақсы қызметте, бәрі өз бір үйдің иесі, бір от ағасы болды. Келіндерінің барлығы да қызымдай көремін. Мамалап тұрады, алақанды сап отырады. Өсіп, жаңағы баладарымнан көрген немере, шөберені көріп жатырмын. Немерелерімді де үйлендіріп жатырмын. Арманыма жетіп жатырмын. Бір жағынан әке, бір жағынан шеше болып жатырмын баладарыма. Енді шөбере көрейін, немере көрейін, немене сүйейін деп жатырмын. Енді ана жылы 70 жасымды тойлап берді. Туған күнімді жасап берді баладарым. Енді 80 жасымды жасаймын деп жатыр. Құтты болсын енді деп жатырмыз. Жарайды, менің артынан есе беріңдер. 80 тұрмақ 100-ге келіңдер деп айтамын. Айналайын, менің артызым мен жүре беріңдер, орнымды басып жүре беріңдер. Жоғарыдан көрініңдер. Құдай білім берсін, сана сезім берсін. Еліңе елеулі, халқыңа қалаулы бол деп жатырмын баладарыма. Жаңа жылымыз келді. Жаңа жылдың басында дүниеге келіппін. Жаңа жылда жарылқасын, ескі жылда есіркесін. Жаңа жылда жақсы жыл болсын, жамандықтың бәрі артта қалсын, ылғи жақсылық болсын. Әрине, үлгілі жұп үміт артар 6 ұл, 2 қыз өсірді. Айранда үйіп отырған отбасына қайғылы хабар жетеді. Әкеміз Қабдыл Мәри 1980 жылдың 24 маусымында
44 жасында науқастанып қайтыс болады. Нағима анамыз 37 жасында жесір қалады. Сол кезде үлкен баласы Берік бірінші курс студенті, ал кенже ұлы 10 айда болатын. Тағдырдың тауқыметіне мойымай, белім бекем буып, Нағима анамыз балаларының қамын ойлап, аянбай еңбек етеді. Әкеміз қайтыс болғаннан кейін, енесі Қантбала апамызды 15 жыл бағып қағып, өмірінің соңына дейін қарайды. Педагогикалық училищені бітіріп, Оян мектебінде табысты еңбек жасайды. Үй шаруасы мен ұстаздық жұмысты қатар алып жүріп, осы мектептен зейнетке шығады. Кеңес заманның қоғамдық жұмысына да белсене қатысып жүрді. Іскер, білікті маман, мейірімді жан, тәрбиелі балалардың анасы Нағима анамыз көптеген мақтау грамоталар мен мадақтамаларға ие болады. 1980 жылы көп балалар ретінде күміс медальмен, 1990 жылы еңбек ардагері медалімен, 2010 жылы алтын медалімен, 2020 жылы мама полицейского медальдармен марапатталады. Сәлеметсіз бе тәте, Нағима тәте? Жақсы көретін абысының туған апалы сіңілдей болып едік, абысын деп айтатын дейміз. Туған күнің құтты болсын тәте. Денің сау болсын, балалардың арқасында ойнап күліп жүре беріңіз. Берік, Талғат, Мәлік, Мәкен, Райхан, Әділжан бар, тақ қалып ма? Алик бар. Рахмет балаларыңызға. Сол бала шағаның қызығын көріп шауып ойнап күліп жүре беріңіз. Жастан жасқа жете беріңіз. 70 жылдығыңызда барып едім, тәте ренжіме, денсаулық кішкене болып құрамай тұр. Аман есен болыңыз. Тойыңыздан тойдан тойға жете беріңіз. Деніңіз сау болсын. Дариға тәте барады, Света қайынсіңген барады. Менің орным жоқтаспас енді. Аман есен болыңыз, бала шағаңыздың қызығын көріп шапқылап тәте жүре бер. Қазақта мақал бар ғой, әке көрген оқ-жонар, ана көрген томпішер дегендей, балалары өздері туып өскен жері Оян ауылында әкеміз Жексенбайұлы Қабдылмәридің атынан мешіт ашып, сол ауылдың тұрғындарының алғысын алды. Бата менен ел көгерер, жаңбыр менен жер көгерер дегендей, Нағима анамыздың барлық баласы жоғарғы оқу орындарын бітіріп, бір-бір маман иелері болып, өз алдарына отбасы құрып отыр. Бүгінгі күні бақытты да аяулы Нағима анамыз ұлын ұяға, қызын қияға қондырып, 22 немере, 20 шөбере сүйген ардақты жан. Деген жеңгеміз осы ауылда ағайымыздың келіншегі, өзі сондай инабатты, ибалы келін болды бізге, үлгілі. Осы Оянның үлгілі келіні. Бауырымыз азынаулақ бастық болды. Нағима деген бәрімізге ақылшымыз болды. Нағима демейміз, наға деуші едік. Дейтін біз. Қазір көшіп кеттіп, кішкене көп болды, көріс алмай жатырмыз. Нау 80-ге келген жасы ұзақ болсын, 80-ден асып 90-ға келсін, 100-ге келсін. Бір қыздың атын атамай, өзіме аршын төс деп ат қойған. Балаларының, немерлерінің, шөберлерінің қызығын көріп, немене көрсін, шөп-шөп көрсін. Қазіргі кезде анамыз Алматы қаласында кенже ұлы Әділжан мен келіні Шынардың шаңырағында тұрып жатыр. Олардан өрбіген 2 немересін Асылжан мен Әзиманы көзінің қарашығындай қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқытпай, бағып өсіруге ат салысуда. Асылжан немересінің сабағын, білімін жіті бақылап отырады. Менің жеңгем Нағима халық қызы Мәриғаның босағасына 1959 жылдың 2 июнінде түскен. Содан кейін келіп алып қашып келіп мәшинемен грузовой о кезде. Содан мен қойнына жатып бір күн. Содан жеңгеміз әйбет ақыл-ақым жақсы пысық келін болып, әйбет тату тәтті бауырымызбен өмір сүрді. Тойда айтып жатыр, ой сарғыз мен түскенде кішкентай еді, қазір менікі өзімен бірдей болды деп.
сол жақсы көріп ауызбірлігіміз жарасып жүріп жатырмыз. Жеңгеміз мектепте мұғалім болды, библиотекада істеді оянда. Содан пенсияға шығып, содан Алматыға көшіп кетті. Осы оң аяғымен кірген екен, жақсы жеңге болып шықты ғой, жақсы келін болып шықты. Енесі қандай күтті. Ауырғанда тура ергізерге күнде 20 пельмен жасап қойып барсақ, мынау я, ойбай апама дайындықпын. Пісіріп беріп енесін күтті, соның жақсылығын көріп жатыр. Осы сыйластықта жүрейік, 100-ге келсін, жүзіп жүрсін, енді 90-ға келген тойлақ, 100-ге келгенін тойлақ. Міне, осындай ардақты да батыр ана 80 жастың сеңгіріне шығып отырғандықтан сөздің соңын өлең шумағымен аяқтауды жөн санаймын. Мен сенің қанықпын ғой көз жасыңа, өзім кепіл тот басып тоз басыма, екі жыр жазсам саған бірін арнап, ана деп жаздым ылғи сөз басына. Тәңірім, кеше көрсін кесірімді, аспанға жазам сенің есіміңді, ана, сен бақыттысың, тербете бер, құба талдан елген бесігімді. Құдайым оңда, оң жолыңа баста, бір жарылқап таста, жамандыққа жазба, жақсылыққа баста. Мал иесі Мұхаммед, жан иесі Хазірет, не тілесің әзірет, неткен тілеуімізді қабыл ет. Жаңа жыл құтты болсын.